Сәлем, әдемі каналына қош келдің. Таң атпай маған доставка келді. Бұл доставканы мен 2 апта бұрын заказ берген болатынмын. Shein деген компаниясынан, Қытай компаниясы. Магазин, компания, что-то такое. И вот, мен бұны шыдамай ашып қойдым, бірақ сіздерге де көрсететін боламын. Ең алдымен үлкеннен бастайық. Мен бұларды ашқанмен ішін ашып киіп көрген жоқпын. Сол себепті қазір киіп дұрыстап көрсетемін. Бұл 2 комплект, двойка. Это как жилетка. Шалбар. Материал өте жазға арналған материал, жұмсақ, жеңіл. И не просвечивается. Прикольно. Мен Shein'нан бұрын заказ берген болатынмын, бірақ тек қана аксессуар, шляпа, максимум купальник заказ берген болатынмын, бірақ киімдерді мен мүлдем заказ бермегенмін. Бірінші рет заказ беруім киімдерді. И вроде бы нормально. Келесі бізде мынандай пакетке салып берген. Менің ойымша бұның ішінде ұсақ түйек, анау мынау. Қазір көрсетем. Ең бірінші көзім түскені ол чехол. Бұл қазір трендтегі чехол. Получается, телефонды киесіз. И мынандай липучка арқылы любой жерге жабыстырып, видеоны түсіруге болады, немесе карточка қойып қойсаңыз болады. Очень удобная вещь. Я прям ждала. Күттім мен сені. Келесі браслет. Мен аксессуар заказ берер алдында өте қатты уайымдадым, себебі серебро сияқты көрінеді. Ал именно вот алтын секілді надо подобрать вот такой цвет, чтобы қатты арзан көрінбес үшін. И я очень рада. Я подобрала. Мынандай әдемі браслет. Мен өте қатты қуаныштымын, себебі бұл браслетті мен өте көп магазиндерден көргенмін. Бірақ бұны алмауға маған қыздар кеңес берген болатын, себебі Shein'нан тауып аласың арзанырақ, не істейсің бұны 15 000 теңгеге сатып алып деп. Бірақ расымен де мен Shein'нан қателеспесем 4 000 теңгеге заказ бердім. Даже арзан ау деймін. 4 000 емес, по-любому арзан. 2 000, 2500 теңге. Сосын қарайым, мына жерге жазып қоям. Барлығы неше теңгеге алғанымды. Осындай міне өте әдемі браслет. Келесі сақина. Сақиналарды заказ бергенде тоже уайымдадым, себебі размер. Менің саусақтарым андай қатты жіңішке емес. Сол себепті мен именно вот сақинаны алған кезде мен оны киіп, қарап, дұрыстап алу керек. Ал бұндай сақина заказ беруім магазин арқылы, онлайн магазин арқылы, бұл менің бірінші рет заказ беруім. Сол себепті сейчас примерно. Размер келді. Красота! Красота какая! Смотрите. Конечно, бұны мен сосын әдемілетіп киемін. Қазір просто сақинаны қандай әдемі екенін қараңыздар. Қазіргі трендтегі сақиналар. И вот браслет. Келесі ұсақ түйек. Реально ұсақ түйек. Потому что не резинки заказ бердім. Резинки. Қазір көрсетем. Бұл резинкаларды мен өте қатты жақсы көрем. Бұл осындай жіңішке, кішкентай. Менің шашыма прям идеально. Просто вот мынандай мальвинки жинаған кезде, немесе шашты өрген кезде, осындай резинкаларын жинаған өте ұқыпты, нежно, нәзік көрінеді. Және де осындай тарақ. Бұл тарақпен мен бүгін уже шашымды жинадым. Бұның щеткасы мынандай. Именно осы щетка шашты осындай как Белла Хадид ретінде жинаған, өте ыңғайлы. Сосын тағы да ішінде тарақ болды, ол мынандай. Пробор жасағанға өте ыңғайлы. Именно темірін алған дұрыс болады. Мынандай тарақ. Бұл неше түрлі пробор, немесе кішкентай балапан шаштары жинаған кезде именно осы тарақ өте ыңғайлы.
және де осындай стик. Мен бұны шашымды осылай жинау үшін немесе шашымды жинап, мына жерде балапан шаштарым шықпас үшін осы стикті қолданамын. Представляете, бұның барлығы бірге неше теңге екенін қалдым, бірақ қазір жазып қоямын осы жерге. Бүгінгі менің аутфитім осындай болады. Ақ шорты, рубашка, ремень қоңыр түсті, қызыл сумка, бүгін заказ берген аксессуарлар, цепочка и очки. Бүгін мен Yves Saint Laurent парфюмін себетін боламын. Менің ең сүйікті парфюмдарымның бірі. Дубайдың екі жолы ғана бар. Біріншісі ол экспо жаққа барады. Екіншісі ол Center Point, яғни ескі Дубай жаққа барады. Және де мүмкін білесіздер, 1-2 вагон қыздарға, әйелдерге, ал қалған вагондар ол общий. Дубай метро туралы информация айтып тұр. Бүгін мен өзіме осындай одноразовый тикет алдым, себебі өзімдікін үйден тикеттім. Сол себепті алуға тура келді. 6 дирхам төледім бір жаққа. Өзіме біраз заттар алуға келдім сабаққа. 1-2 материал керек болып тұр, сол себепті осы жаққа келдім. Бізге сабаққа осындай материал керек. Аты foam base деп аталады. Маған чем больше, тем лучше. Мен бір материал таппай жүрмін. Мынаның ақ түсі керек. Excuse me. Do you have this one but white color? This material. I don't know the name of the material actually. Yeah, do you have a white? Only white. Only white, yes. Өз керек заттарымды алдым. 100 дирхамға шықты ровно. Ол 13.000 теңге. Yes. Can I take a video of you? Yeah, hello. Hi. Welcome to Cheesecake Factory. And meet my new friends. Yay. Біз Cheesecake Factory'ға келдік. Тамақтанып алуға. И мынандай вид. Представляете, Дубайда қар. Thank you. Enjoy. Біз пиццамен. Free, как всегда. Заказ бердік. И смотрите, өте әдемі вид. Дубайда қыс. Қазір Бершкада өзіме мынандай ремень қарап жатырмын. Ертең бізде Хэллоуин, соған образ жинаудамын. Менің образым ковбой болады. Біз үйге келдік. Все, бәрін алдық. Тамақ іштік, қарным тоқ. Вот. Жаңа ғана душтан шықтым. Қазір өзіме уход жасап, ұйықтауға барамын. Тонер, доктор Circle. Келесі шашқа арналған спрей. Келесі обязательно шашымды кептіремін ұйықтардың алдында. Себебі су шашпен ұйықтасам, таңертең шашым кепілі болып тұрады. Осымен бүгінгі күн аяқталды. Сіздерге ұнады деген ойдамын. Подписка жасап, комментарий қалдырып кетіңіздер. Пока!